Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі нәзік болып шығатын булочканың рецептімен бөлісетін боламын. Ендеше видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз. Міндетті түрде сүтіміз жылы болу керек. Ертілген сары майымызды және де осының үстінен шекерімізді салып, 2 жұмыртқамызды салып, бір араластырып аламыз. Енді үстінен дрожжімізді саламыз. Біздің дрожжіміз міндетті түрде свежий болу керек, өйткені біздің булочкаларымыз көтерілмей қалады. Соған да мән беріңіздер. Енді үстінен ұнымызды салып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды илеп болдық. Енді бетін жауып 2 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Міне біздің қамырымыз ашыды. Осыны зуалаға бөліп аламыз. Үлкенде булочка жасайтын болсаңыздар, 3 зуала бөлсеңіздер болады. Ал менде 5 зуалаға бөлдім. Кішкентай булочкалар шықты. Қамырымызды жайып, тура видеодағыдай етіп, булочкаларымызды орап шығамыз. Арасына вареный сгущенка қостым. Творог немесе джем салуға да болады. 2 шетін осылай кесеміз, өйткені біздің вареный сгущенкамыз ыстықта ағып кетпеу үшін. Ортасындағы бөлікпен вареный сгущенкамызды жауып, тура осылай орайтын боламыз. Булочкаларымызды 15 минутқа тындырып алдық. Дәл осылай біздің қамырымыз көтерілу керек. Содан соң барып, бетіне жұмыртқаны жағып, қызып тұрған печкамызда пісіріп аламыз. Міне достар, біздің булочкамыз дайын болды. Бұл жерде мен үлкен булочкаларды көрсетіп тұрмын. Жаңағы айтып кеткендей, 3 зуалаға бөлсеңіздер, тура осындай үлкен булочкалар шығады. Видеом сіздерге ұнаған болса, каналыма жазылып, қоңыраушаны басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айгерім.